Бастай беріңіз, ә? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз Шорабек Айдаров ақсақалмен керемет подкаст жазған едік. Сол подкастта айтылмаған құнды дүниелердің бір бөлігін осы екінші подкастты қайта таспаладық. Соны өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Бұл жерде біз не айтқымыз келеді, нені көздейміз, ал 70 жасқа келген кезде жарыққа шыққан осы Шорабек Айдаровтың «Жарық сәуе» атты кітабы нені қамтыды, нені айтқысы келеді, соның барлығын осы жерде сіздерге айтып түсіндіргіміз келеді. Одан бөлек ақсақалымыздың өмірден түйген ойларын жеткісі келетін, түйіндегісі келетін құндылықтарын осы подкастта мен сұрақ қойып біліп алғым келеді. Сонымен Шорабек Айдаровпен сұхбатымыздың екінші бөлігін бастаймыз. Ақсақал, енді өзіңізден мына нәрсені сұрағым келеді. Кітабыңызды ашып қарадық, бірақ имандылық жайында өлеңдеріңіз аз кірген екен. Оның себебі неде? Мен енді басында ойладым, бұл кітап имандылыққа толы, имани, діни тақырыптар көбірек болатын шығар деп ойлаған едім, бірақ олай болмай шықты. Ең бірінші айта кететін мәселе. Мен өзі имандылық пен ұлттық ұғымды бөліп қарамайым да. Имандылық та ұлттық ұғым да мен үшін бір ұғым. Ал енді не нәрсе имандылыққа мағынасы қарсы кеп тұрмаса, сол нәрсені мен имандылық деп қабылдаймын. Мысалы, адамгершілік, адалдық, пәктік, әділдік, шындық, ақиқат, сол кітап, сол тақырыптарда жаздым ғой. Мұның бәрі имандылық болып есептеледі. Сондықтан жаңағы имандылық туралы осы кітап имандылық туралы деп ойлаймын да. Сол себепті. Жақсылық шақыратын әрбір туынды сіздің көзқарасыңызда ол имандылық. Имандылық. Асал, енді мынандай сөзді қолданымсыз, қараңызшы. Бір Құдай болсын біздің кришамыз деп. Енді бұл кітап, бұл қанша уақыт өмір сүретіні біз айта алмаймыз, ол ұрпақтарға дейін тарайды. Бірақ осындай құнды кітапқа біздің кришамыз Құдай болсын деп, криша деп қолдану бір әбестік емес па? Абай атамыз өзінің өлеңдерінде негізі жаңағы орысша сөздерді қосып жіберген тұстарын білеміз ғой. Мысалы, единица деген сөз, мысалы, единомышленный деген сөздері сол сияқты көп қой енді. Закон деп те қолданып жатады, иә. Закон дейді. Ал енді сол Абай атамызда енді бетке ұстарымыз сол кісі ғой енді. Сондықтан мен анау ешқандай термин, орысша термин, кейбір жағдайда ол біздің ауызекі тілімізге айналып кеткен орысша сөздер, соларды қолдануда мен аса бір әбестік деп ойламайды екенмін да. Өйткені мен мысалы криша деп тұрмын ба, ертең бізден кейінгі ұрпақ оқыса, мысалы криша деген қай заманның сөзі екенін біледі ғой. Сол заманды бейнелеп тұрғанымда, сондықтан жаңағы ойымды жеткізу үшін сол заманауи сол сөзге жүгініп кеткенімді солар білетін болса керек. Сондықтан жаңағы мен сол сөздерді пайдаланамын. Бұл енді жазба өлең емес, мен оны айтыста да пайдаланамын. Мысалы, менімен бірге сол ең бірінші айтыстарым бірінде, республикаға шыққан ең бірінші айтысым бірінде, Нәсілхан деген мына Кеген ауданының ақынымен айтысым, сол фамилиясы Тоқтасына болу керек. Сонда ол кісі өзі республикалық сахнаға бірінші рет шығып тұр. Еститін ол облыста да, ауданда да көп шыға бермейтін келіншек ақын екен. Сол енді
жеңеше деп айтсам ғой, көзі жаспын ғой. Сонда мынандай бір сөзді келтірдім. Жеңеше жан екенсің өлеңге бай. Болмаса айтыс, мен сізді көрем қалай. Жарқ етіп бір жоқ болып кетпеңізші. Кәдімгі летающий тарелка айтып. Ал енді, мысалы, сол кезде қазақ болсын, орыс болсын, летающий тарелка деп айтатын да. Енді оны ұшатын тарелка деп қазақшаға аударсаңыз, аннан да эффект бермей қалады да. Сондықтан солай орысша сөзбен пайдаланған. Енді сондай мақсатта пайдаланып кетеді ғой енді. Ал енді қараңызшы, рухани тазалықты сақтау үшін адам нәпсімен қалай күресу керек? Енді кеше ғана Айдын Бақытжанұлы бір кітаптарын шығарып алып келіпті. Сол кітапты ашып қарап жатырмын ғой. Сөйтсем соның ішінде мынандай бір мысалы бар екен да. Атасы немересімен бірге отыр дейді. Сөйтіп атасы немересіне насихат айтады ғой. Айтып жатыр дейді. Балам, мынау адамның ішінде ақ пен қараның күресі болып жатады, ылғи арпалысып. Оны былайша айтқанда, адам ішінде ақ қасқыр мен қара қасқыр ылғи күресіп жатады. Ақ қасқыр жақсылыққа шақырады, қара қасқыр жаманшылыққа шақырады. Сол ылғи екеуі айқасып жатады депті дейді. Сөйтсе, сәл ауырлау оғын болса да, жаңағы баласы сұрап жатыр дейді. Сонда ата екі қасқырдың қайсы жеңеді деп. Сөйтсе жаңағы атасы айтты. Сол сен екі қасқырдың қайсысына болыссаң, қайсысына көп тамақ берсең, сол жеңеді деп. Сонда жаңағы біздің жан дүниемізде мысалы нәпсі дейміз, иман дейміз. Сол иман мен нәпсінің күресін солай келтірген ғой енді. Ал енді рухани тазалығымызды сақтау үшін біздің иманымызды байытатын не нәрсе бар, соны қолдануымыз керек қой. Мысалы имандылықты насихаттайтын кітаптарды көп оқуымыз керек. Сол сияқты жақсылыққа, ізгілікке шақырып жүрген мамандардың сөзді көп құлақ тұруымыз керек. Сөйтіп өзіміз ылғи ізгілікке қарай ұмтыла беруіміз керек. Сонда ғана рухани тазалық сақталады деп ойлаймын. Жақсылыққа ұмтылсаң, ол жақсылыққа апарады. Жамандыққа ұмтылсақ, ол жамандыққа апарады деп ана бір хадисте де келеді ғой. Жақсылық жақсылыққа, жақсылық жәннатқа жетелейді. Сонда сіздің ойыңызша имандылықтың өлшемі қандай? Енді имандылық дегенде мен бір алысқа құлаш сермегім келіп отқан жоқ. Мен айналамнан ғана жаңағы мысалды ала салым келіп отыр да. Айнала болғанда енді біз ата-бабаларымыздың баласы ғой, біздің әкелеріміз. Солардан алған тәлім тәрбие негізінде айтайын деп отырмын. Мысалы бізде кезінде ата-аналарымыз қазақы дағды ұлттық ұғыммен тәрбиелеген бізді. Мінекей жаңағы тура содан тастай қатып, тістеп, содан айырылмайтын болсақ, имандылық деген сол деп білемін. Біз қазақы қағидаларды жеткілікті білсек, сол имандылық сол. Бізде ғана ұят болады, жаман болады деген түсініктің өзі соны меңзеп тұр дейсіз ғой. Енді махаббат тақырыбындағы өлеңдеріңізде қызғаныш пен пәктік ұғымдары ерекше орын алады екен. Сол туралы айтып берсеңіз. Мен енді осы поэзия дегенде, лирика дегенде, жалпы өлең дегенде бір ақындардың сол шиырлап шықпай қоятын бір тақырыбы бар да. Ол махаббат тақырыбы. Енді соны оқып отырған кезде қарадай қарап отырып қарныңыз ашады кейде.
Неге? Өйткені біздің көп ақындарымыз енді, бәрі емес қой әрине. Иә. Көп ақындарымыз мына махаббат пен мауығу сезімі бар ғой. Иә. Сол екеуін ажыратамайды. Мауығу сезімді жырлайды да, міне менің махаббатым дейді да. Ал енді менің жаңағы қазақы түйсігім, Иә. оны қабылдай алмайды ғой. Оны махаббат деп қабылдамайды. Оны махаббатта қабылдай алмайды. Махаббат деген не? Махаббат деген өте қасиетті ұғым. Өте қасиетті ұғым. Ол қасиетті ұғымның қасиетін кетірмеуіміз керек қой біз. Иә. Ал енді жаңағы көп ақындардың айтып жүрген махаббаты, ол бір қол созымда тұрған жердегі бір мәселені ала салған сияқты. Ал асыл нәрселер әрқашанда биікте болады. Иә. Енді сонымен махаббат деген ол не ол? Махаббат деген ол пәктік біріншіден. Иә. Махаббат деген адалдық. Махаббат деген Қызғаныш. асыл сезім, аяулы қасиет, мысалы, махаббат деген сол. Ал енді мысалы біз асыл деп отырмыз, аяулы деп отырмыз. Осы асыл аяулыны енді біз қызғанамыз ғой. Мысалы, ана жерге бір алтын қойып қойсаңыз, оны біреу ұрлап кетейін деп жатса, сіз оны тіре бермейсіз ғой. Ал махаббат одан да жоғары нәрсе. Сондықтан оны бағалай білуіміз керек, оны қызғана білуіміз керек. Сонан кейін жаңағы махаббат бар жерде жаңағы адалдық бар дедік қой. Иә. Махаббат бар жерде сенімді болу керек. Махаббат бар жерде оны оғып, түсініп, оның положениесіне кіріп, оның жағдайын жасап, және оның көңілінен шығу мәселесі тағы бар. Енді бұл жерде бір философияға кетіп қалдым ау деймін. Менің айтайын деп отырған нәрсем жаңағы махаббатты өзінің биігінен түсірмеу керек қой. Махаббат деген күйдім сүйдім емес дейсіз ғой. Иә. Былайша айтқан кезде қысқа. Тілдің нәрсесі. Бұл жерде жаңағы жүрек іске қосылу керек қой. Енді осы жерде мынандай сұрақ бар, қараңызшы. Сүйген, жаңа айтып қалдыңыз ғой, оны түсіну, ол үшін бір нәрсені қию деп айтып жатсыз ғой. Енді осы кезде мынандай сұрақ қойғым келіп отыр да. Сүйген адамыңның енді бақыты үшін өз сезіміңді құрбан ету, бұл әлсіздік пе, әлде ерлік пе? Мысалы деймін да, сіз бір адам жақсы көресіз. Ғашықсыз. Махаббатыңыз енді ұрып тұр былайша айтқанда. Енді сондай адамды, сіз жақсы көріп отырған адамға сіз жаманшылық ойламайсыз ғой. Жаманшылық ойламауыңыз керек қой. Оған жақсылық ойлауыңыз керек, иә? Сөйтіп оның бақытты болуына сіз мүдделі болуыңыз керек. Өйткені оны сіз жақсы көресіз, жақсы көрген адамыңызды бақытты болуын қалайсыз. Иә. Ал енді сіз оны жаңағы күйдіңіз, сүйдіңіз, бірақ ойлайсыз да, бұл менімен бірге тұрса, мен осыған бақыт сыйлай алам ба? Деп ойлайсыз ғой. Иә. Бірақ әрі ойлайсыз, бері ойлайсыз, сіз оған бақыт сыйлай алмайды екенсіз да. Сондықтан не істемек керек? Ішіңіз біліп тұр. Ол сізге конкурент болып жүрген екінші бір жігіт бар да. Ол оны анық бақытты қыла алады да. Ал енді сіз оның бақытын ойласаңыз, оны бақытты қылуды ойлап жүрген жан болсаңыз, енді амал жоқ өзіңіздің сезіміңізді құрбан қыласыз. Бірақ бұл оңайлықпен келмейді. Оны жеңу ерлік деп ойлаймын бұл. Енді ол қадамға бару енді оңай емес қой. Өте оңай емес, өте қиын. Ал ерлік деген нәрсенің өзі оңай нәрсе емес қой. Ерлік жасау деген нәрсе. Өте қиын екен да негізі. Негізі бәріміз ерлік жасағымыз келеді.
батыр болғымыз келеді. Бірақ оны жасау қарапайым ғана сіздің түсінігіңізбен мен оны жасай аламын ба деген сұрақ өзіме қойылып тұр да, мысалы. Сен оған дайынсың ба, оны жасай аласың ба? Ерлік жасағың келеді, енді ерлік жасағың келсе, осы қарапайым ғана да, мысалы, ерлік жасау деген біз не атойлап алға шығу емес қой, осының өзі сезіміңді игере алу, біреуге шынайы бақыт тілей алу қолыңнан келе ма деген сияқты. Соған бұл жерде мынандай да бір мәселе бар. Жаңағы баласы анасынан сұрапты да, ана енді мен үйленетін уақытым жетті ғой, бірақ мен өзіме лайықты қызды қайдан табам деп. Сөйтсе, анасы айтыпты, балам-ау, сен өзіңе лайықты қыз іздегенше, жоқ, балам-ау, сен өзіңе лайықты қызды емес, сол қызға мен лайықпын ба деп ойласашы деген. Сонда әркім өзінің санасына салып, ақыл парасына жеңдіріп, анаға мен лайықтымын ба, лайықсызбын ба деген сұрақты да ойластырып жүру керек екен ғой. Бір жақты ойдан сақтанып, екінші тараптың да мүддесін ойлау керек болып тұр ғой, ойландыратын дүние екен негізінде. Енді мына өлеңіңіз, мысалы, жұбайыңызға арналыпты, жарыма деген өлең. Енді терең тебіреніс қайдан бастау болды? Бұл енді былай ғой, сіз жаңағы жаныңызға жалау болып жүрген жарыңыз, бірақ оның қадірін әрқашанда біле бермейсіз ғой. Ол саған қызмет етеді, шайыңды береді, киіміңді жуып береді, жылы жұмсақ сөздеріңмен жаңағы сізге күш береді, қуат береді. Бірақ сол енді бәрі қажет нәрсе ғой. Бірақ ол менің барлық қажетімді өтеп жатыр, маған сондай жақсылық жасап жатыр деп жайшылықты ойламайсыз ғой. Солай болу керек деп қабылдап қаламыз. Солай болу керек деп қабылдайсыз. Ал енді ол жаңағы жақсы көрген жарыңыз бір күні ауырып қалды да. Сол кезде сіздің оған деген жанашырлығыңыз оянады бірінші. Ауырып қалып, жаны қиналып қалу деп. Сол кезде екінші оның қадірін білесіз да. Ол жаңағы ауырмай тұрған кездегі сізге жасаған жақсылықтың бәрі енді жасалмай қалды ғой. Тоқтап қалды. Ауырғаннан. Сонда барып, оның қадіріне, қасиетіне жетесіз. Сондықтан оның жаңағы ерек сауығып кетуіне тілектес боласыз. Соңғы қайттан ойланасыз, қадірін білу керек екен ғой деп. Сол кезде шыққан өлең болып тұр ғой. Сол кезде шыққан. Қадірін түсінген кезіңізде шыққан өлең болып тұр ғой. Ақсақал, енді кітабыңызда айтыстарыңызды енгізіпсіз. Енді тек қана таңдауларын ғана таңдап алдыңыз ба, әлде қалай болды? Мен бағана бір сөзімді айтып өткім. Жалпы мен өзімнің шығармашылығымды жинап, сақтап жүруге өте бір құлықсыздық танытқан, жалқаулық танытқан жағдайларым өте көп екен. Негізі мен ең мықты айтысым ол қағаз бетіне түспей қалған айтыс. Мынау жаңағы келген ауданның ақыны Нәсілхан Тоқтасынова деген келіншекпен айтыстым. Сол айтыс енді былайша айтқанда айтыс әлеміне үлкен төңкеріс жасағандай айтыс еді. Мысалы, сол айтыстан шыққан кезде Асқар Тоқпанов деген атақты режиссер бар еді сол кезде. Өте танымы жоғары кісі. Сол жерге біраз елді жинап алып, 1 сағат лекция оқыды ғой. Сол менің айтысым туралы. Айтыстан шыққанбыз. Мен тура қасына қойып, сөйтіп мысалы. Сол айтыс таспаға басылған екен. Ол мына Шығыс Қазақстан облысында Абашта ма, кімі қазір ұмытып қалдым. Біреуде болды сол айтыс. Бірақ сол маған жеткізе алмады. Сол облыста жаңағы Әбире Қонысбаев деген досым тергеуші болып жұмыс істеп жүрді. Соған барып сол нені алып келші маған дедім. Сонымен олында бір уақыты болмай, жағдайы келмей, ол да әкелемеді. Енді сол айтыс мысалы менің деңгейім ең биік кезін көрсететін айтыс еді.
Өте өкінім соған. Сол сияқты менің көптеген айтыстарым жинақталмаған. Енді әлі де шығатын түрі бар. Мысалы, Айтақын мен айтысым Айтақында сақталған. Ол да енді келесі кітабымда беретін шығар. Жариялаған жоқ. Сөйтіп әйтеуір жинай шығарым деп отырмын. Енді ол кездегі таспалау қазіргідегідей интернеттің дамымаған, телефонның видеоға түсіретіндей мүмкіншілігі болмаған кез болғаннан кейін енді қиындық тудырып тұр ғой. Бірақ жаңағы айтысыңыз табуға болады ғой негізінде архивтен. Қазір қиын. Ол архивке кеткен жоқ. Ол мына не телевидение түсірген жоқ. Оны жаңағы әуесқой түсірілім. Әуесқой кісілер түсірген ғой. Табылып кетсе қандай керемет болар еді негізі. Енді мынандай ғой, енді біз жалпы осал көрінуге тырыспаймыз да, көбінесе. Мықты көрінуге тырысамыз. Мысалы, мен Нәсілханға айттым. Нәсілхан, сен жаңағы айтыс текстін бер, сонда жаңағы кітапқа шығарайық, басқа қылайық дедім. Соны Нәсілхан көнбеді. Жоқ, мен бәрін суырып салып айттым, қазға түсіргенім жоқ деді. Ал енді мен өйтіп суырып салған жоқ едім, мен дайындалып келгем. Көбісін енді 1,5 суырып салу болды ғой. Сонымен жазып келгем, былай айтқанда. Сөйтіп жаттап алғам. Сөйтіп, ол кісі ондай емеспін дейді. Сонымен қағазға түспей қалды ғой. Екеуін біріктіргенде жаңағы керемет туынды шығатын еді. Бір айтыстардың бірінде орыстан бұрын ұшқан лайка ғана деп бір тапқыр сөз айтқан екенсіз. Оны қай жерде, қай кезде айтқан едіңіз, сол туралы айтып берсеңіз. Бұл оқиға алғаш рет Қазақтан ғарышкер шығып, аспанға ұшып, ғарышты бағындырып қайтқан Тоқтар Әубәкіровтің соған байланысты жиында болған оқиға ғой. Енді Тоқтар Әубәкіров сол ұшып, аспанға ұшып, жерге қайттан оралды ғой. Енді оны аяғын жерге қайран қазағым тигізген жоқ. Алақанына салып көтеріп, елді, жерді аралатып, сөйтіп құрметтеп, қошеметтеп бақты ғой. Сол сапарында біздің Талас Озанның орталығы Ақкөлге жетті ғой. Сөйтіп алдынан шығып, дүйімге шығып, кернейлесіп, сырлайлатып дегендей. Сөйтіп сондай үлкен бір лекпен қарсы алып сөйттік. Содан енді ол кісінің келу құрметіне орай жаңағы әжептәуір той тамаша ұйымдастырылды. Мысалы, ат бәйгісі, аударыспақ, палуандар күресі, сол сияқты ұлттық ойындар. Сонан кейін показательный болса да айтыс өткізейік деп, сол бізді алып бар енді ақындарды. Енді бір қызық ахуал. Бұрын ақындар сахнада тұрып айтысушы еді. Бұл жолы сахнада, енді дала ғой енді. Сахнада жаңағы құрметті қонақтарымыз Тоқтар Әубәкіров бастаған. Солар орналасты. Ал ақындар жерде бір-екі микрофонды қоя сап, жерге тұрғызып айтыстыратын болды. Енді арамыздан сахнамен ақындардың арасынан ат жауып өтіп жатыр ғой. Ал керек болса. Сонан келісім бойынша сөзді айтысты мынау Жамбыл ауданының ақыны, атақты айтыскер Айтмұхамбет Исақов бастау керек еді. Мен қоштауым керек едім. Сонымен Айтмұхамбет айтып жатыр ғой. Уақыт мүмкіндікті тұсап еді. Бірақ та өлтірген жоқ құса мені. Әділдік болса керде бұл өмірде орыстан бұрын Тоқтар ұшар еді деп. Жатыр ғой. Енді оны заңды да, өйткені жаңағы
ғарышқа ұшатын жер, Байқоңыр бізде. Сөйтіп отырып, енді елдің ең соңынан ұшып жатырмыз деген сөз ғой. Иә. Соған мен де дайындап алған жауабымды айтып отырмын ғой. Алайда байқа бала, мұндай сөзді ақындар айта ала ма? Орыстан бұрын ұшқан ешкімде жоқ, орыстан бұрын ұшқан лайка ғана дедім ғой. Оның алдында айтқан жаңағы Тоқтар Әубәкіров орыс жақта өскен, әйелде орыс, өзі орысша оқыған, қазақша білмейді. Әйтеуір бірдеңе айтқан бола беріңдер, соны мынау айтыс деп көрсетеміз деп. Сөйткенде жаңағы орыстан бұрын ұшқан лайка ғана деген кезде орысша білмейді деген Тоқтар күліп ақ жіберген. Сөйтсе бір кісі деген қазақша біледі екен. Сол кезде шыққан екен ғой. Енді ол да бір тапқырлық қой. Енді ол кісі осы жаңағы сөз айтылмаған кезде оның эмоциясын білмейтін едіңіз. Иә. Ол қазақша білмейді деп те жүре беретін бедік. Тамаша. Кейде бір тапқыр ойда, тапқырлықта көп дүниені білуге мүмкіндік береді екен ғой енді. Енді болашақ оқырманыңызға жарық сәуе кітабын қолын алып жататын болса, қандай жаңа бір аманатты айтар едіңіз? Енді бұл кітап бір тұтас дәуірді қамтыған ішіндегі өлеңдері. Тұтас бір дәуірді қамтыған кітап қой. Енді былайша айтатын болсақ, ойыңызға бір ой қоса кетейінші. Сіздер енді екі ғасырдың адамысыздар ғой енді. Өткен ғасырдың соңы мен осы ғасырдың басын қамтып жатсыздар. Сол екі ғасырдағы ой, түсінік, тұжырым енді бұл кітапқа қамтылған шығар енді. Иә. Сол біз екі ғасырдың басын қосқан буынбыз ғой. Иә. Сондықтан сондай-ақ екі қоғамды көрген буынбыз. Мысалы жаңағы қылышынан қан тамған Қызыл империяның дәуірін бастан кештік. Содан жаңағы егемендік ел болдық дегендей. Сол екі қоғамның басын қостық. Сол екі қоғамның, екі дәуірдің, екі ғасырдың біз куәгері болдық. Енді екі қоғамның жаңағы өзі түсінік танымы әртүрлі болады ғой. Сол мына кітап әр түрлі түсінік танымды бастан кешірген кезде жазылса да, бірақ бір өлмейтін, өшпейтін тақырыптар болғандықтан бұл еш уақытта бұның ішінде өлеңдер өңін бермейді екен, өзгермейді екен. Содан кейін жаңағы не? Барлық уақытқа бірдей жүре береді екен де. Ол енді тақырыбына байланысты. Мысалы, адам болып қалыптасқаннан ақыр заманға дейін дейміз ғой. Иә. Сол кезеңде адамның бойында қандай асыл қасиеттер болу керек, қандай аяулы сезімдер болу керек, оның қандай жаңағы ұғымда, қандай түсінікте жүру керек, және оның менталитеті қандай болу керек. Әрине ұлтымыздың. Соның бәрін қамтыған кітап болғандықтан, тақырыбы сондай болғандықтан, бұның жаңағы оқырмандары әрқашанда осы кітаптан іздеген табады деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал енді әр адамның бір визит карточкасы дейтін дүние болады ғой. Ол адамды танытқан, сол арқылы танымал болған, сол дүниені көрсе, ол адам еске түсетін дегендей. Енді сіздің визит карточкаңыз саналатын өлеңдеріңіз осы жинақтың ішіне енді ме? Қайсысы деп айтар едіңіз? Мынау бауырлары бұлғалай деген өлеңім бар. Жаңа оқып берген өлеңіңіз. Иә, оқып бердім. Негізі осы менің енді алғаш ақын ретінде атағымды шығарған, баспасөз бетінде жарық көрмесе де, біраз жерге дейін мені танытқан сол өлеңім сол еді.
жаңағы Алғаш сіз танытқан өлеңнің бірі. сол жаңағы қандай визитка дедіңіз? Визит карточка дейді ғой енді. Біздің қазіргі тілмен айтқанда енді. Визит карточка болса сол өлең болар еді, бірақ оны оқып қойдым. Бірақ сонымен қатар тағы да бұл енді жаңағы аты не жаңағы бауырлар-ау, жаңағы бауырлар-ау буғалай деген өлеңім негізі өмірдің өзекті мәселесін өршіл рухпен жазған өлеңім деп өзім ойлаймын. Сол сияқты мынау адам болғаннан кейін оның тағдыры болады. Тағдыр деген адамның ол не бақыты, не қайғысы ғой. Сол адамның жаңағы біздің ата бабамызда негізі жаңағы артына ұрпақ қалдырсам деген арманмен өмір сүретін халық қой біздің халық. Осыны негізге алып лотерея билеті деген өлең жазғам. Оны да жаңағы отырған отырыстарда оқып жүретінмін. Бірақ ол негізі жарық көрген. Бір кезде Лениншіл жас газетінде, қазір Жас Алаш па? Сол газетте жарық көрген. Бірақ енді ол газет деген бүгін оқисың, ертең жаңағы неден шығып қалады ғой. Көз алдынан кетіп қалады ғой, сақталмайды. Кітап емес ол. Сол лотерея билеті деген өлеңімді жаңағы тыңдармандар жақсы қабылдаушы еді. Сол өлеңді оқып берсем қалай қарайсыз? Оқып берсеңіз, Тағдырынан қуаныш сый көрмеген, тауқыметтен бірақ та именбеген, тұратынды ауылда кемпір мен шал, өткізетін өмірін күйбеңменен, қонақ келсе күнімдеп қабылдаған, жандар еді пейілі тарылмаған, тек олардың әркім-ақ байқар еді, көздерінен мұңтабын арылмаған, тарқатпайтын шерім бір болар мадам, ұзақ тастан тыңдаушек ол ортадан, жалғыз ұлын арман қып айтушы еді, қайта айналып ауғаннан оралмаған, қайта жоқтап жоғалған бақ мұратын, көз жастарын сығуға шақ тұратын, жақсы әйтеуір олардың күн көрісі, өкіметтен пенсия ап тұратын. Өкіметтің ырза боп көмегіне, жаудыратын алғысын шал егіле, лотерея билетін беруші еді, пошташы қалған тиын тебеніне. Бұл қағаздың дейтін шал керегіне, өкіметтің молда бір көмегіме, соң оны салатын екі бүктеп, қалтасының сүңгітіп тереңіне. Оларды аяп, Құдай бір бақ берді ме, кездейсоқ тап келді ме, машиnuттың дей берді, бір топ жігіт ұтыс шыққан газетті ап келді де. Қуанышын шалген бір тойлайды әлі, десіп жатыр жамырай, қоймай бәрі, қуанудың орнына қуарып шал, сақал мұртын жұлды да ойбайлады, жылады шал ұлына жоқтау айтып, басу айтқан халыққа тоқтамай түк, машинаны Құдай-ау кім мінеді, оралмаса жалғыз ұл топқа қайтып. Машинаның мен үшін құны бар ма, кете берін біреу мініп алды, машинаны мен ұтсам, ұлым барда, қуанбайтын Құдай-ау, жыным бар ма, той жасарым бір тойды, той жасарым бір тайды, сойып бүгін тойламағын, той жасарым бір тайды, сойып бүгін тойламадым, ал оған айыпты кім, кеткен жоқ па, ауғанда болған соғыс, қуаныштың бүгінгі жойып құнын. Қатал тағдыр адамды алалай ма, машиnuттым мінетін балақайда, сын иесін таппаған дүниені мен берейін ұлы көп. Танабайға деп зарланған байқұс шал боздайды кеп, кейде шаттық мұңнан бір озбайды деп, бір қуаныш өз орнын таппай қалса, өршітіп бар қайғыны
қозғайды тек деп аяқталады ол өлең. Расында бұл оқиғаның бұл өлең болған оқиғаға негізделіп жазылып тұр ғой сонда, иә? Болған оқиға негізделген. Егер расында қайғың ауыр болатын болса, оның орнын мың қуаныш баса алмайды деген ғой. Байқап отырсыздар ғой, бұл кітаптың ішінде қандай дүниелер жатқандығын, тіпті басыңа бір ауыр қайғы келген болса, ол қайғыны мың қуаныш келсе де орнын баса алмайтындығын біз осы бір өлең шумақтарынан сезіп отырмыз. Енді Ол қандай қайғы. Иә. Мына қазақ атамның балалы болып ұрпақ қалдыру ол үлкен биік мақсатының бірі болып отыр ғой. Сондай қайғы. Жаңа визит карточкам деген кезде екі өлеңді айтып отырсыз да. Осы екеуі де ұрпаққа байланысты екен. Жаңа бірінші өлең жаңағы аборт мәселесін көтерген өлеңіңіз еді. Ол да халыққа қатты танылды. Екінші өлеңіңізде ол да ұрпақ мәселесі. Ұрпақпен сыналу ол бір ауыр сынақтардың бірі. Екінші өлеңіңізде дәл сол тақырыпқа арналып отыр. Енді өлеңдеріңіздің басым көпшілігін осы ұрпақ мәселесіне арнадыңыз ба сіз? Әлде осы тақырыптағы жазған өлеңдерде сіздің жаңағы жақсы жазасыз ба дегендей ғой енді бір жағынан. Ана алтын шыққан жерді белден қаз дейді ғой. Сол сияқты әлде өз реті келгендегі осы өлеңдер болды ма? Негізі қандай халық, қандай ұлт болмасын, ол өзінің ұрпағын ойлайды да. Өйткені болашақта өмір сүретін қазіргі тірі жүрген адамдар емес, оның ұрпақтары. Яғни сіздің асыл арманыңыздың, сіздің мақсат мүддеңізді жалғастыратын ол ұрпақ. Сіз соны ұрпаққа аманаттап кетесіз. Ана Лұқпан Хакім өзі мың жасамаған, ұрпағыма мың жасаған дейді ғой. Сол сияқты біз жақсылығымыз, ізгілігіміз, басқа да асыл қасиеттеріміз келешекте болашақта өмір сүргенін қалаймыз ғой. Соның бір ұрпақ арқылы жүзеге асатын мәселе. Сондықтан біздің қазақ ұрпаққа өте қатты мән берген. Сөйтіп бүгін жаңағы мен қиналсам қиналайын, басқа қалайын, бірақ ертеңгі ұрпағыма жақсы нәрсе қалдырайын деп ойлайды ғой біздің халық. Сондықтан жаңағы ұрпақ жайлы жиі ойланатынымыз рас енді. Ол көбірек оқылған болса, сол көбірек танылған болса, ол қоғам нені қалайды? Сол мәселедегі ұрпақтың амандығын, болашағын қалайды, сондықтан да ол көбірек оқылып тұр, көбірек дәріптеліп тұр ғой енді. Ол да соның бір көрсеткішін. Сондықтан жаңағы біздің жазған өлеңімізде ұрпаққа жетсін дейміз ғой. Енді өзіңіздің жарық сәуе кітабын бір сөйлеммен жарнамалау керек болатын болса, қалай айтар едіңіз? Санаңызға жарық сәуе түссін. Бір ауыз сөзбен? Бір ауыз сөзбен осылай. Бәрекелді. Жарық сәуе бұл жалғыз бір адамның кітабы ғана емес. Бір адамның ішінен шыққан бір жүрек жарды сыр емес. Бұл бүкіл қоғамның, әрбір қазақтың ішіндегі айтылмай жүрген сыры деп айтсақ болады. Бір ғана кітаптың ішінде қоғамға керек құндылықтар бар. Бір кітаптың ішінде ұрпақ тәрбиесі бар. Бір кітаптың ішінде күллі қазақтың керекті іздеп жүрген құндылығы бар. Қалайтын, аңсайтын бақыты қайда екендігін көрсететін нұсқама бар. Сондықтан да бауырлар, бұл кітапты оқып қана қоймай, біздің ұлдарымызға, қыздарымызға, ата әжелер өздерінің немерелеріне жаттату керек деп ойлаймын. Өйткені 20 ғасырдағы адамдардың көзқарасы, түсінігі, сол кездегі менталитеті, сол кездегі өмір сүру дәстүрі қандай болған болса, 21 ғасырдағы ұрпақтың қазіргі психологиясы қандай болса, екі қоғамды біріктіретін кітап бұл. Бұндай дәуірде өмір сүрген адамның айтары да соған сай көп болады. Түйіні де соған сай түсінікті болады деп ойлаймын.
Сондықтан да бауырлар, бұл кітапты алып оқыңыздар. Шорабек Айдаров дейтін ақсақалымыздың, қазақтың маңдайына біткен ақиық ақыны сіздерге сол дүниені жеткізгісі келеді. Кітап жазу екінің бірінің қолынан келуі мүмкін, бірақ дөп басар ойды айталу екінің бірінің қолынан келмейді. Ертеректе бұл кітапты шығаруға болар еді, бірақ жаңағы дәнді піспей оралмайсың ғой. Ал пісіп жетілген өнім ол қашанда қуатты болады. Сондықтан да пісіп жетілген бір өнім болса, өнім деп қарастырсақ, осы кітап иншалла әрбір шаңыраққа бір жол бастайтын жарық сәуе болады деп біз ойлаймыз. Егер кітапты қайдан аламын дейтін болсаңыз, тапсырыс бергіңіз келсе, кітап сөреңізде жарқырап тұрсын десеңіз, осы видеоның астына реквизиттерді қалдырдық. Сол жерге хабарласып, осы кітапты өздеріңізге тапсырыс беріп ала аласыздар. Ақсақал, енді ауырмаңыз, әлі де айтылмаған, жарыққа жаңағы шықпаған туындыларыңызды жаза беріңіз. Ал енді бұл кітапқа енгізілмей қалған жаңағы айтыстарыңызды айтып отырсыз. Сол табылса, қайтадан екінші жаңағы баспасын жазып шығаруды Алла нәсіп етсін деп тілеймін. Сондықтан да сізге Алла күш-қуат берсін. Амин. Оқырмандарға айтатын бір түйін сөзіңіз болса, айтсаңыз болады. Бұл кітап, бұл жыр жинағы менің мына жүрегімнің жемісі. Жаңағы Алтынбек айтпақшы, әптен пісіліп жетілген жеміс. Соны мен өзімнің ойлы оқырмандарыма ұсынып отырмын. Олар сол жеміс арқылы өзіне рухани нәр таба білсек кітабынан, сол мен бақытты боларым. Және одан менің оқырмандарым өкінбесе деп ойлаймын. Бәрекелді. Алла соған жеткізсін. Сол ниетпен жазылған дүние, жаңағы жүректен шыққан дүние жүрекке жетеді деген бізде түсінік бар ғой. Дәл сондай кітаптардың, еңбектердің бірі деп мен де ойлаймын. Сондықтан да құрметті көрермен, бүгінге осы. Келесі подкастымызда жолыққанша аман сау болыңыздар. Амин.